Анам мен сіңілім үшеуміз кішкентайымыздан көп қиындық көрдік. Сіңілім екеуміздің көретініміз зорлық, зомбылық. Анам мен әкемнің ұрысы, анамның қиналып жылағаны. Бізге бұның бәрі оңайға соққан жоқ. Түсінікті болу үшін бәрін дұрыстап басынан айтып берейін сіздерге. Менің анам 16 жасында бір бизнесменге тоқал болып тұрмысқа шығады. Анама бөлек үй жалдап беріп, әкем екі жақта жүреді. Әкемнің бірінші әйелінен де ол қыздары бар. Әйелі тоқалы барын білмейтін көрінеді. Кейін сіңілім туылған соң ғана біз жайлы шындықты әкем өз аузымен айтып беріпті. Одан кейін барлығы өзгерді. Сіңілім екеуміздің арамыз 1,5 жас. Екеумізде еш нәрсені білмейміз. Тым кішкентаймыз. Әкем әйеліне айтқан соң ол үлкен жанжал шығарды. Соңында әкеме шарт қойды. Не мен, не ол деп. Естуімше әкемнің бүкіл байлығы да, даңқы да, өрге домалап жатқан бизнесі де сол әйелдің жеке меншігінде. Байлыққа құмартқан әкем сол сөзден соң бізді емес сол әйелді таңдап кетті. Оған өкпем жоқ, бұрыннан отасқан жары, бірақ анама әлі күнге ренішім бар. Неге тоқал болып тидің, соңында осындай бірдеме болары сөзсіз ғой деп. Өз әйелін таңдаған соң әкем бізге мүлде жоламады. Баяғыдай қаржымен азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз ететін ер жоқ. Сол себепті анам қатты қиналып қалды. Кейін нағашы әжем ұлы мен келініне қара шаңырақты беріп, біздің жанымызға келді. Әжемнің зейнетақысымен еш жиғандай болдық. Әжем сіңіліміз екеумізге қарап, анам біраз уақыт жұмыс істеді. Біздің мектепке баратын уақытымыз да жақындады. Анам байқұс біз үшін талмай еңбек етті. Күндіз-түні жұмыста болды. Біздің оқу құралымыз бен формамыз да берді. Қатарынан қалмасын деп барынша тырысты. Анам жұмыста, ал әжем үйде шағын егін егетін. Біз оған көмек қылып, жанында тасы дегенін тасып, әкел дегенін әкеліп жүрдік. Шынында келгенде сіңіліміз екеуміз де ортадан бөлекпіз. Жан-жақтағы адамдар бізді келемеждеп күлетін. Әкесі тастап кеткен, біреуге тоқал болып тигеннің ақыры осындай болады. Жас жігіт құрып қалғандай 30-дағы еркекке тоқал болып мәз тапты ма дегендей сөздерді жиі еститін едік. Тіпті бізбен ешкім ойнамайтын. Бізге бөтен ғаламшардан келгендей тесіле қарап, артынша өсектеп кететін. Үлкені де кішісі де тіпті мал құрлы көрмеді. Нағашы әжеме де бұл оңайға соққан жоқ. Қызын ерекшелеп, ұзатып, аялы алақанға беремін деп бой жеткізген. Соңында бұлай боларын кім білсін. Анамнан туған ағасы да бас тартқан. Әжем байқұс ұрысып, қанша айтса да нағашы ағам анаммен сөйлеспей қойды. Ортада қатты қиналып жүрген нағашы әжем. Ол кісіге Құдай қуат берсін. Бір күндері әжеме ағам хабарласып, үйге келуін өтінді. Айтуынша жеңгем кесір тілгімен босаныпты. Балаларға жеңгем қарайтын адам керек екен. Ал өзі жұмыста, әжемнің амалы жоқ. Біз оны қанша қимасақ та жібердік. Анам болса жылап қала берді. Әжем әрине оларға бала қарау, тірлік істеу үшін керек. Әжем кеткен соң үй қаңырап бос қалғандай. Оны қазірден сағына бастадым. Анам амал жоқ. Бізді жалғыз тастап жұмысқа кетті. Ақша табу керек. Ішерге ас, киерге киім табу керек. Әкемнен алимент те өндіріп алмайды. Тоқалы болып тиген аты болмаса, әйелімен ажыраспаған. ЗАГС те жоқ. Мүмкін Алла тағаланың сынағы болар. Бірақ мұнша сынаққа ілінердей өткен өмірімізде жамандық жасап қойдық па, деп қынжылатын кездерде болады. Не де болса бәрін уақыт емдер. Әжемнің егіп кеткен егістігінен қызанақ, қияр алып, картоп сәбіздермен анамыз келерде жақсылап тамақ жасап қоятынбыз. Анам мәз болып, қыздарым өсіп қалыпты ғой, ақылдыларым деп мақтап отыратын. Иә, үйде жалғыз болған соң барлығына да үйреністік. Тірлікке де, тамаққа да пысық болдық. Әжемнің үйретіп кеткен мәзірлерін кезек-кезек жасап жүрдік. Мен момын, әрі тым ашық едім. Барлығымен тез тіл табысып кететінмін. Бірақ кейбір қырсық мінездерім бар. Ал сіңілім болса, тірлікке менен бетер пысық. Өте кірпияз, әрі қыңыр болды. Екеуміз мүлде бөлек адам болдық. Түріміз ұқсағанымен жанымыз бөлек адамбыз. Арада 6 айдай уақыт өтті. Барлығы жақсы болып келеді. Анамыз біраз ақша жинап, бұл жерден жақын арада көшіп, жаңа өмір бастаймыз деді. Сіңіліміз екеуміз
Бұл жаңалыққа қатты қуандық. Басқа жерге барып, жаңа ортада, жаңа адамдармен танысып, жаңа өмір сүреміз. Бұл біз үшін үлкен бақыт болды. Алайда бір күндері арманымыздың күл талқаны шығарын кім білген. Анам түнгі ауысымға түсіп, үйде сіңіліміз екеуміз қалдық. Күндегідей өзімізге азынаулық кешкі ас жасап, тамақтанып алдық та ұйқыға жаттық. Түн ортасында есікті біреу қақты. Алдымен анам келген шығар деп атып тұрып есікке ұмтылдық. Бірақ есіктің арғы бетінде ашыңдар деген ер адамның даусын естіп қорқып кеттік. Бір-бірімізге қарап жалтақтап тұрмыз. Әлгі адам есікті ұруын тоқтатар емес. Жарықтың жағулы тұрғанын көріп, терезеден де тоқылдата бастады. Сіңілім жарықты өшіріп қойды. Тынышталғандай болды. Сіңілім екеуміз есіктің аузында отырмыз. Қалғып кетіп, айқай-шудан шошып оянып кеттім. Сіңілім ұйықтап жатыр екен. Таң атып, күн шыққалы жатыр. Анамның келетін уақыты болған. Бірақ сыртта біреулер айқайға басып жатыр. Терезеден жәймен деп қарағанымда анам біреумен ұрсып тұр екен. Одан соң терезеге келіп, қызым есікті аша қойшы деді. Қорыққанымнан денем дірілдеп, есікті әрең аштым. Сіңілім оянып кетіп, неге ашасың дегені сол еді, анамның артынша әлгі кісі кіріп келді. Сөйтсек, ол кісі біздің туған әкеміз екен. Міне осы күннен бастап біздің үйде тыныштық жоқ. Сіңілім екеуміздің есімізде әкеміздің бет бейнесін мүлдем қалмаған. Сондықтан оны әзер таныдық. Жанымызда бір апта бір күн ғана жүрген адам қалай есімізде қалсын. Оны қуып шыққым келді, бірақ түріне қарап аяп кеттім. Ол өлердей мас болды. Кіріп ұйықтап жатқанда анам бізге болған жағдайдың барлығын айтып берді. Бұл іс үшін анама да, әкеме де өкпелімін. Себебі олар өздерін ғана ойлайды. Енді әкемнің не себепті қайтып келгенін сұраған едік. Ол тағы да басқа әйелдермен жүріп, әйелі оны дымын қалдырмай қуып шығыпты. Солай бизнесмен әкеміз бейшараға айналды. Әкем оянып тамақ сұрады. Амал жоқ тамағын істеп бердік. Киімдерін де жуып бердік. Кешкісін анаммен ұрсып сыртқа шығып кетті. Анам жылап отыр. Жанына барсақ бізге де ештеңе айтар емес. Ертесіне таң ата үйге келді. Енді ішпейтін шығар деп ойлаған. Әкеміз анамның ақшасын тартып алып кетіпті. Соның барлығын ішіп, енді удай мас болып тағы да жатыр.